Бүгін біз қазағымыздың ұлттық тағамы наурыз кезінде пісіретін наурыз көжемізді жасаймыз. Ол үшін бірінші осылай етімізді асып аламыз. Енді етімізді алып, сорпамызды осылай сүзіп тазалап аламыз. Алмай қалған көбік, дәмдеймін. Менде жуып тазаланып, түйілген бидай, қолдан жуып тазаланып түйілген. Соны салып, жарты сағат қайнатамыз. Көжеге қосатын құртымызды сорпа құйып, езіп қоямыз. Енді жарты сағат уақыт өтті. Енді жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Одан кейін тарымызды саламыз. Тұзын көріп, дәміне қарай тұзын бұрышын саласыздар. Мен етім жақсы тұздалғандықтан сорпаның тұзы жақсы. Сондықтан мен тұз салмаймын. Күрішіміз, тарымыз, бидайымыз пісті. Енді кеспе саламыз. Мен кеспені осылай турап морозилкаға қатырып қоямын. Бұл қолдың кеспесі. Ыстық суға түскеннен кейін осылай ажырап кетеді. Наурыз көжеміз дайын. Ішінде бидай, тары, күріш, кеспеміз барлығы бар. Кейбір жерде айран қосып ішеді. Бізде сорпаға арналған құртты қосып ішеді. Осылай қосып ішсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қазанға бірақ қоса салу керек емес, өйткені таусылмаған уақытта көжеміз ашып кетеді. Ас болсын, наурыздарыңыз құтты болсын.